Сәлем достар, бүгін сіздерге қол созған үміт «Не отпускай мою руку» түрік сериалында Азраның рөлін сомдаған орыс ұлтынан шыққан жас түрік актрисасы Алина Боз туралы видео дайындадым. Көруді бастамас бұрын әдеттегідей видеоға лайк басып, қоңырауды басып қоя салыңыз. Себебі келесі шығарылым осы сериалдағы Дженк рөлін сомдаған актер Альф Навруз жайлы болмақ. Ал кеттік ендеше. Алина Боз 1998 жылы 14 маусымда Мәскеуде дүниеге келген. Оның анасы Ольга орыс, ал әкесі Түркиядан келген мигрант ұлты болгар. Актрисаның анасы экономист, ал әкесі гид болып жұмыс істеген. Алина 7 жасқа толғанда ата-анасының жұмысына байланысты Стамбулға қоныс аударады. Түркияда анасы Ольга фотостудия ашады. Алина Боздың болашақта өнер жолын таңдауына атасының тигізген ықпалы зор. Ол кішкентай немересін ертіп театрлар мен көрмелерге апарады. Тіпті сахнаның артында не болып жатқанын да бірге қызықтайды. Атасының арқасында Алина 1 жасында симфониялық музыкалық концертке де қатысқан. Туыстары оның тіпті концерт барысында қыңқ етіп жыламағанын да еске алады. Актриса жеке авиациялық орта мектепте оқыған. Ол бимен айналысып, актерлік қабілетін дамытқан. Кадир Хас университетін тауысқан. Ол өзінің өнердегі жолын журналдарда және жарнамаларда модель болып бастады. Ең алғаш 2013 жылы Батыл медбике комедиясына түсті. Оның өнері киноиндустрия өкілдері мен көрермендерге қатты ұнады. Көп уақыт өтпей келесі жобада Дребезги драмасында басты рөлді сомдады. 2016 жылы өзінің алғашқы толық метражды фильмі «Не убегай, брат» атты сериалға түсті. «Ты моя родина» сериалының бірінде ол соңғы Ресей императорының қызы Анастасия Романованы ойнады. Бұл кейіпкер Алинаның сүйікті рөлдерінің бірі. Оның ең танымал жұмыстарының бірі Netflixте жарық көрген Love 101 сериалы, алайда сәтті жобаны үзуге тура келді. Өйткені 2020 жылдың күзінде Алина Боз басқа әріптестермен бірге коронавирустық инфекцияны жұқтырды. Барлығы карантинге және емделуге жіберілді. 2021 жылы ол Марашани телехикаясында ойнады. Актерлік өнермен қатар ол InStyle және Elle сияқты журналдарда модельдік жұмысын бірге алып жүреді. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, 2015 жылы ол бірнеше жобада ойнаған актер Бурак Юрукпен кездесе бастады. 2 жылдай жүріп, содан кейін айырылысып кетті. 2018 жылы қайтадан кездесе бастағанмен қайтадан жолдары екіге бөлінді. 2018 жылы оның «Не отпускай мою руку» сериалында ойнаған актер Альф Наврузбен қарым-қатынасы туралы қауесет тараған, бірақ Боз бұл өсекті жоққа шығарып, олардың өте жақсы дос екенін айтты. Актриса қазір тұрмыста 2023 жылы кинематограф Умут Эвергенмен бас қосты. Достар, бүгінге осы. Ал сізге Алина Боздың қай сериалы көбірек ұнайды, комментке өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.